Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, арнама қош келдіңіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін, қолдауды аямаңыздар. Сонымен қатар FIFA Mobile'дан WhatsApp группаға кіретін достар болса, ссылкасы описаниеде тұрады. Және де менен ава шапкасы сұраған екен, қалай жасадың деп. Оны Нұрдәулет деген бауырым жасап берген, оның ВК группасы описаниеде тұрады. Сонымен байланыссаңыздар болады. Бүгінгі видеода біз енді біраз пак ашатын боламыз. Сіздерге жақсы көрілім тілеймін. Ой болса көп созбай бастайын достар. Ең алдымен достар, 99 рейтингтағы оң жақ қапталды ойнайтын жартылай қорғаушыны түсіріп алуға тырысатын боламыз. Бұл жерде біз алғашқы мүмкіндік кетті. Әдеттегідей дым жоқ. Тағы мүмкіндігіміз бар, біраз. Екінші мүмкіндік кетті. Және де волкалық достар. Екінші мүмкіндіктен түсіріп алдық. Жолымыз болды. Ассасунанық екен. Ла Лига әзірге енді ойнай тұруға болады уақытша. 20 миллион дейді, ол өтірік 20 миллион. Так, мына жерден наградаларымызды албайық. Дом с проведениями деген жерден. Бұл жерден мен 98 рейтингтағы сол жақ қаптал ойыншысын алатын болам. Қорғаушысын. Так, бұл жерде тағы да 150 монета. Қосымша ешқандай награда түсіп жатқан жоқ. Бұл жерде 1000 очко құрттық. Және де бұл жерден тағы да қосымша ештеңе түсіп жатқан жоқ. 1200 очко құртамыз. Бүгінге осымен осы разделді аяқтайтын боламыз. Бұл жерден усиление жақсы. Достар, мына жерден мен 2500 очко алып алайын. Және де 94 плюс ойыншы бір аптада бір рет берілетін. Бұл жерден кім түседі екен енді? Бір топ ойыншы түссе жақсы болар. Джейми Варди сияқты. Бұл жерден Камерун, Сызы, Бич түсті. Мына жерден тағы да ашып көреміз. Алдымен 100 немізді алайық. Кредит, скримтим дегенде. Одан кейін мұнда 92 плюс. Бұл жерден де мүмкіндік бар негіз. Бұл жерден дәл жаңағы ойыншы ғой деймін достар. Дәл сол ойыншы. Жолымыз болмады. Ұзын сөздің қысқасы. Мына вызов призрака деген жерден тағы да 100-ші рейтингтегі Мбаума деген вингер шыққан екен. Соны түсіріп көруге тырысатын боламыз енді. Біраз өткізерін, бұл қызық емес деген ойдамын сіздерге. Және де достар, бізге әлі түспей жатыр. Біраз ашып көрдік. Түспеді. Мына жерден 120 монетаны албайық. Және де онымен қоса 80 плюс 2 ойыншыны береді екен бізге. Грилиш пен Кулибали түсті. Жақсы. Енді мына жерден награды ПГ деген жерден біз өткен видеода айтқандай Артур мен Саканы алуға бара жатырмыз. Бұл жерден волкаут. Бізге Нойер түсті, Мануэль Нойер жақсы 80 плюстан түсті. Және Стоунс, Локотель, Андре Сильва деген ойыншылар түскен екен. Бұл жерде 1000 перені сұранға алып алайық. Артық етпейді. Так, келесі 4000 очко құртамыз, 500 монета ғана. Ресурстар өте аз енді. Бұл жерде 400 очко өткен, 400 жетон. Бұл жерден бізде 700 жетон жинақ болған. Так, бұл жерден 5000 очко ортамыз. 300 монета. Және де бізде енді Саканы аламыз. Бұйыртса аз ғана қалды. Очко жинап жатырмын. Бұл жерден енді мен 3000 очко мұнда құртайын деп отырмын. 125 усиление навыковқа жақсы. 125 усиление навыков. Және де мына жерден Лига конференциядан шпак ашып кетейін деп отырмын.
Скамакканы түсіруге тырысатын боламыз. Бірінші пакетті бұл жерде Дания, ПП, оны қандай клуб білмейді екем. Короче, бір датский игрок түсті, датчанин. Тағы құртатын боламыз. 100 очко. Бұл жерден тағы да волкаут әрине. Румыния, ПВ дейді. Мынау Стяо дейміз клубтың аты. Кордея деген ойыншы түсті. Келесі соңғы мүмкіндігіміз. Бұл жерден кім түседі екен? Бельгия қақпашы. Бұл Андерлехт деген клуб қой деймін. Ван Кром бірдеңе в общем. Достар, мен мына жерден 1000 очко құртып тағы да бір бағымды сынап көрейін деп отырмын. Хакимиде түсіре аламын екенбіз. Бізге Марокконың туы керек. Бұл жерден Португалия топ ойыншымыз екен түсінікті. Бенфика дейді. Бұл Диого Гонсалвеш деген ойыншы екен. 2,5 миллион дейді. Вот сатылмайды. Так. Мына жерден мен пактар ашқан болатын офлайн. Бұны өткізіп жіберейін. Қызық емес деген ойдамын. Пока бізге жолымыз болмай жатыр. Бұл жерден көп пактар аштым, достар, көп очком кетті, бірақ 100 рейтингтен сонда да түсіре алмай жатырмын. Жолымыз болмауды, біраз очкомды құрттым негіз. Енді бұл жерде тағы бір соңғы мүмкіндіктеріміздің бірі құртып көрейік. Бұл жерде жоқ, тағы да фантик. Мына жерде 11 фантик жинақ болған екен. Тағы 2 мүмкіндігіміз бар деген сөз. Пайдаланып көрейік. Енді бұл 100 рейтингтағы жартылай қорғаушы ЦП керек болып тұр маған әзірге уақытша ойнауға. ЦП позициясында голит қана ғой менде. Оның үстіне Ла Лига екен. Уақытша ойнатуға жақсы нұсқа. Рыноктан 3-4 миллионға сатып алғанша бұны тегін түсіріп алған. Әлі де қайта жақсы. Енді мен 30-дан аса попытка құрттым, мүмкіндік түспей жатыр әзірге. Тағы 3 мүмкіндігім қалды соңғы. Бұл жерден конфет түсіп жатыр. Фантикпен бірге. Тағы да фантик түсіп жатыр әйтір. Бұл жерден де жолымыз болып жатқан жоқ. Хорошая тыква дегеннен. Тағы ашып көрейік. Бұл жерден фантик қана түсуде, достар, өкінішке орай. Енді мен соңғы мүмкіндігім қалды ғой деймін. Соңғы мүмкіндігім. Соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Соңғы жағынан ашып көрген зылая тыква деген жерде. Және де, достар, бұл жерде волкаут бар. Ақыр ұстадық. Ең соңғы мүмкіндіктен Венесуэла ғой деймін бұл. Эспаньолдың жартылай қорғаушысы Эррейра. Жақсы составқа келетін ойыншы бұл. Бұл жерден мен Триппермен бір пак ашып көрейін самоцветке. Мүмкін жолымыз болып кететін шығар. 60 миллион деп бастап ашып көрейік. Бұл жерден жоқ, достар. Қайдан жолымыз бола қойсын. Және де мен күн аралатып түсіріп жатқаннан кейін бұл келесі күні 2 күнде бір беретін 92+ ойыншы. Алдында 94 рейтингтағы жартылай орталық қорғаушы түскен болатын. Бұл жерден кім түседі екен? Босния дейді. Шабуылшы Аузбург Демирович дейді. 1000 очкосымен бірге түсті. Енді жолымыз болды дей алмаймын. Бұл жерден Эшлиянға бір жорық жасап көрейік. Менде очко өте аз. Өздеріңіз білетіндей. Бәрін 100 рейтингтағы жартылай қорғаушы құртып салған болатын. Так. Бұл жерден біз 2000 очко құртсақ, 3500 очко ПГ береді. Яғни 2000 жетон құртсақ. Бұл жерден тағы да пактар ашып көрейік. 70+ ойыншылар ғана түсіп жатыр, достар. Соңғы 2 мүмкіндік қалды. Бұл жерден тағы да 70+ ойыншылар түсіп жатыр. Волкаут жоқ, өкінішке орай. Тағы соңғы мүмкіндігіміз. 4-ші этапты орындадық. Бұл жерден Жуау Маутиньо деген Вулверхэмптонның ойыншысы түсті.
енді мына жерден 500 очко перенос ранг алып алайық. Және 400 монета. Сонымен қатар ең бастысы 3500 очко аламыз достар бұл жерден. Жақсы. Келесі кезекте мына 98 рейтингтағы цап шыққан екен. Тағы да жоқ жасап көрейік. Алғашқы пагымыз және бірінші пагымыздан ұстадық достар. Марокканец екен. Цап қандай клуб білмеймін. Грекиян клуб ма, Сахи деген ойыншы екен. Так, тағы 1-2 мүмкіндігіміз қалған екен. Усиление навыков түсіріп алсақ жақсы болар еді. Бұл жерден монетаны түсіріп алдық, енді усиление навык қана алды. 1-2 мүмкіндігіміз қалды. Көреміз енді түсе ма түспей ма. Бұл жерден соңғы мүмкіндіктеріміздің бірі түк түспей жатыр достар. Усиление навыкты түсіріп алсақ жақсы болар еді. 14-ші этапты орындап жатырмыз. Бұл жерден 5 фантикті айырбастап алайық. Бір конфетке және 6 конфет құртса ғана жерден очко ала аламыз. Бұл жерден конфет алатын шығармын мен тағы да. Бұл жерден тағы конфет түсіп жатыр. Бұл жерден соңғы мүмкіндіктеріміздің бірі, енді 15-ші етапты орындап жатыр екенбіз достар. Мен ортасынан бастағаннан кейін енді ЭЗ-ні аламайым, өкінішке орай. Бірақ 2500 очконы ала аламын. Факелді 2500. 10-ақ очко құрту керек екен. Оны алатын боламыз, 10 конфет құртып. 2000 years later. Осымен бүгінгі сіздерге дайындаған видеомыз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар достар.